Саламатсыңдар ма балалар? 2-ші сыныптың математика пәні. 81-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы 5-ке көбейту кестесі. Бүгінгі сабақта сендер санды 5-ке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренетін боласыңдар. Бірінші тапсырма: суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап. Өткен сабақта біз 4-ті 5 рет қосып өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта 5-тен бастаймыз. Суретке назар аударатын болсақ, текшелер берілген. Әр қатарда 5 қатар текше берілген. Сол әр қатардан 5 текшені бөліп аламыз. Қызыл, сары, күлгін, жасыл, көк текшелер. 5 текшеге 5-ті қосамыз, 10, 10-ға 5-ті қосамыз, 15, 15-ке 5-ті қосамыз, 20, 20-ға 5-ті қосамыз, 25. 5-ке 5-ті көбейту, ол 5-ті өз-өзіне 5 рет қосу, тең болады 25. 5 шаршыны келесі бір шаршыға арттырамыз, 6 болады. Енді әр қатардағы 6 шаршыны бір-біріне қосамыз. 6-ны 6-ға қосамыз, 12, 6-ға 12-ні қосамыз, 18, 18-ге 6-ны қосамыз, 24, 24-ке 6 шаршыны қоссақ, 30 шаршы. 6-ны 5-ке көбейту, ол 6-ны өз-өзіне 5 рет қосу, тең болады 30. 7-ні 5-ке көбейту, 7-ні өз-өзіне 5 рет қосу, тең болады 35. 8-ді 5-ке көбейту, 8-ді өз-өзіне 5 рет қосу, тең болады 40. 9-ды 5-ке көбейту, 9-ды өз-өзіне 5 рет қос. Онда 45 болады. Екінші тапсырма: санды 5-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен. Есіңде сақта. 5-ті 5-ке көбейтсек 25, 6-ны 5-ке көбейтсек 30, 7-ні 5-ке көбейтсек 35, 8-ді 5-ке көбейтсек 40, 9-ды 5-ке көбейтсек 45. 6-ны 5-ке көбейтсек 30, санды 5-ке көбейту кестесі бойынша. 5-ті 6-ға көбейтсек, немесе 6-ны 5-ке көбейтсек 30, көбейтудің ауыстырымдық қасиеті бойынша. 30-ды 5-ке бөлсек тең болады 6. Және 30-ды 6-ға бөлсек 5 болады. Өйткені көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Үшінші тапсырма: санды 5-ке көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр. Бұл жерде 5-ті 6-ға көбейтеміз, 30, 5-ті 7-ге көбейтеміз, 35, 5-ті 8-ге көбейтеміз, 40, 5-ті 9-ға көбейтеміз, 45. Келесі кесте 25-ті 5-ке бөлеміз, 5, 30-ды 5-ке бөлеміз, 6, 35-ті 5-ке бөлеміз, 7, 40-ті 5-ке бөлеміз, 8, 45-ті 5-ке бөлеміз, 9. Төртінші тапсырма: мысалдарды шығар. Үлгі бойынша шығаратын боламыз. 40 көбейтілген 5, немесе 4 ондық көбейту 5, тең болады 20 ондық, немесе 200. 200-ді бөлеміз 5-ке, немесе 20 ондықты 5-ке бөлеміз, тең болады 4 ондық, немесе 40. 2 килограммды көбейтеміз 5-ке, тең болады 10 килограмм. 10 литрді 5-ке бөлеміз, тең 2 литр. 30 минутты 5-ке бөлеміз, тең 6 минут. 25 центнерді 5-ке бөлсек 5 центнер болады. Бесінші тапсырма. А. 30, 5, 6 және 5, 1, 5 сандарын пайдаланып 3 тура теңдік құр. 5 пен 6-ның көбейтіндісі 30, 6 мен 5-тің көбейтіндісі 30, 30 бен 6-ның бөліндісі 5-ке тең. 5-ке көбейтеміз 1-ді, тең болады 5. 5 пен 1-дің бөліндісі 5. 1 мен 5-тің көбейтіндісі 5. Кестені толтыр. Бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні. Бізде бөлінгіш белгісіз. Бөлінгішті табу үшін бөлгіш пен бөліндінің мәнін көбейтеміз. 6-ға 5-ті көбейтсек 30. Бөлінгіштің мәні 30. Келесі бөлінгішіміз 35, бөліндінің мәні 5. Бөлгішіміз белгісіз. Оны табу үшін 35-ке 5-ті бөлеміз. Сонда
Бөлгіштің мәні 7. Келесі, бөлінгішіміз 40, бөлгішіміз 5. Бөліндінің мәні белгісіз. 40-қа 5-ті бөлеміз. Бөліндінің мәні 8. Бөлінгішіміз белгісіз, бөлгішіміз 5, бөліндінің мәні 9. Бөлінгішті табу үшін 5-ке 9-ды көбейтеміз. Бөлінгіштің мәні 45. 6-шы тапсырма. Дәптерге қабырғасының ұзындығы 6 сантиметрге тең шаршы сыз. Бұл жерде балалар барлық қабырғалары бірдей 6 сантиметр болатын шаршы сыздық. 7-ші тапсырма. Өрнектердің мәнін тап. 8 бен 5-тің көбейтіндісі 40. 400 бен 5-тің бөліндісі немесе 40 ондықты 5-ке бөлсек 8 ондық немесе 80. 45-ті 5-ке бөлсек 9, 20 минутты 5-ке көбейтсек 100 минут, 5-ке 5-ті көбейтсек 25, 25 килограммды 5-ке бөлсек 5 килограмм. 8-ші тапсырма. Ең кіші екі таңбалы санға 35-ті қосып, шыққан санды ең үлкен бір таңбалы санға бөл. Қандай сан шықты? Бізде ең кіші екі таңбалы сан ол 10. 10-ды 35-ке қосамыз. 45 шығады. Енді ең үлкен бір таңбалы санымыз 9. Сол 45-ті 9 санына бөлеміз. 5 саны шықты. Жауабы 5 саны. Кел ойнайық. 9-шы тапсырма. Мәди мен Анар денсаулық сөзіндегі әріптерден сөздер құрастырды. Мәди 3 сөз, ал Анар одан 2 есе артық сөз құрастырды. Анар неше сөз құрастырды? 3-ті 2-ке көбейтеміз, 6 сөз. Анар 6 сөз құрастырды. Денсаулық Мәди мен Анардың құрастырған сөздерін табуға тырыс. Сау, дау, саулық, қол, су, ну, сен, ауыл. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.